Кім боламын деген сауал санамды жаулағанда, әлі оң солымды танып үлгірмесем де, мұғалім боламын деп армандағанмын. Бала арманыммен есейіп, шын мәнінде мамандық таңдар тұста, ойымның баршасы жинақталып келіп, бәрібір мұғалімдікке тұрақтады. Менің өмірдегі бақытым жүрек қалауымен ұстаз болу. Бұл сөзді жай ғана айта салмаймын. Өйткені бұлай айту маған үлкен жауапкершілік жүктейді. Ұстаз болу жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы. Өмірге үлкен мақсаттар қойып, талапкершілікпен, мақсаткерлікпен алға тартса, бұл менің өмірімнің шынайы әрі ғажап маңы. Өйткені мен ұстазбын, кешегі ұрпақтың сәулетшісімін. Мен оны мақтаныш сезіммен айталам. Менің шәкірттерім егемен елдің, тәуелсіз Қазақстанның толыққанды азаматы болып шықса, одан артық менде қандай арман болсын. Даналықтың ұстаз боп жалғабысын, еңбек еттің балауса арман үшін. Сен ертеңгі бәйтерек болашақтың, бүгінгі күн тер төккен бағбанысың. Таныдың да мінезін әр баланың, ұштай түстің ұл қыздың армананын. Шәкіртіңнің болашақ биігінің іргетасын алдымен сен қаладың. Парыз жүктеп, қызбенен сені мұлдың, армандарын аққанат сені ұғындың. Мұңайса да, қамықса бала жана, шипагері екен деп сені білдім. Болмысыңмен осындай дараландың, асқақтығын оқтырып балағардың. Сен өйткені осынау мамандықты жүрегіңмен әу баста қалап алдың. Болса кейде сабақпен дәптердемін, кейде ақталмай жатса да төккен терің. Кешіріммен қарадың шәкіртіңе, жөн сілтедің, бірақ та жек көрмедің. Ұстаз деген ұлыға сен дегесің, балғындардың бәрінде тең көресің. Балалықпен күн сайын жүздесесің, тазалықпен бетпе-бет сен келесің. Сәулесіне шомылып жүрек нұрдың, талай мәрте таң атты түлек күннің. Шығарып сапарға сен солардың, жақсы замат болғанын тілеп тұрдың. Соларменен өмір боп жалғанасың, сүйетұғын анадай бар баласың. Саналарға мейіріммен жақсылықтың дәнін себер алдымен сен ғанасың. Берсең әділ беребең бағасында, түскен сайын шәкірт боп баласынға. Жүректерге тәліммен із қалдырып, сен мұңдардың жүресің санасында. Жүзінде боп мейірімнің нұры басым, балажанын байыппен ұғынасың. Ізгілікті өмірдің ортасында қарапайым боп жүрген ұлы жансың. Мұғаліммін, жұмыскер жай адаммын, жас өренге мейірі бай адаммын. Космос ашқан жанкешті болмаған мен, ұстаз деген атаққа сай адаммын. Ой түзейді жасылан маған қарап, бой түзейді жасылан маған жанап. Шәкірт пікір ұштайды мен арқылы, сондықтан да төтенше маған талап. Балаға мен әрқашан саяжаймын, асылымды бойда бар аямаймын. Өреннің де қан құям жүрегіне, бағбандай гүл күткен аялаймын. Ұландарым, ұятым, арым намысым. Бала менің қуатым, алданышым. Өткен түнім ұйқысыз, күлкісіз күн, жас өреннің қанатты арман үшін. Ізденісім, еңбегім, тебіренісім, ақыл ойым, жігерім, жер жемісім. Бәрі дағы балаға, оқушыма, ұстаз соңыма ерген үшін. Шәкірт менің мәртебем, мен баспалдақ. Мен арқылы шырқасын бол аспандап. Мерейленем, бой сергіп жасарам. Жасыланға, ақ жарқын жол ашқанға. Оқушыммен мақтанам, олар сансыз. От жүрекпен өртене сүйем шамсыз. Деп тілеймін таусыла, оза шауып, жүйріктерден суырылып, шықса шансыз. Деп тілеймін қиынға қолын созса, арман қуып талаптың жолын досса. Лек-легімен серемей, қатар бұзбай, қалың өтір қайсыған тобын досса. Жаңалықсыз жүруге сен алмаймын, жаңалықсыз сабаққа ен алмаймын. Түкпіріне жанымның бүгіп келер, бар асылды шәкірттерге мен арнаймын. Класс менің сахынам, отталам. Сонда жанып қып-қызыл шоқ боламын. 25 жыл ізденіспен өткен күнде өзіңді сағынышпен еске аламын.
Шынында мен классқа сертпен келем, қорғасындай зіл болып өрттенденем. Жалғыз ой бар көкейде, шәкірттерді ізгіліктің ауылына ертсем деген. Бұл өмірден бастауыш класс мұғалімі мамандығымды таңдағанымды зор мәртебе санаймын. Өмірдегі кейбір жағдайларға бала көңілмен қарап, сол балалардың ортасына келгенде барлық қиыншылықты ұмытып кетемін. Мен